Құрметті достар, бүгін біз 11 бөлімді бастаймыз. Бұл жерде используем conditional точка rest дегеніміз бірнеше бэкэнд пен бэкэндтің арасында байланыс. Оны қазір схемасын сызамыз. Түсінікті болу үшін. Мысал ретінде Каспий мен қосылу деген нәрсені мысалға келтіреміз. Енді бэк пен бэк бір-бірінен байланыс үшін бір сервистен екінші сервис, мысалы біз бір сервис жазып, басқа да компанияның сервистеріне жұмыс істеу үшін біз оны шақырудың үш жолы бар. OpenFang деп аталады, және REST template, OpenFang, REST template және Web Client деген. Үшеуінің жолдарын қарастырып кетеміз. Қысқаша үш түрі айтылған. OpenFang Spring Cloud'дан келген нәрсе. Сабағымыз жалғастыра біз Cloud туралы бөлек сабақтар жинағы болады. REST template деген жаңа басқа REST сервистер шақыру үшін класс бар, сонымен жұмыс істейміз. Және Web Client деген ол жаңағы біздің реактивный программирование дегеніміз, ответті күтпей уақытында блокпен жұмыс істейді. Сонымен жаңағы жауабын күтпей тез ала береді сіздерге. Қайсысы босайды, соған жұмыс істейді. Мына жерге қарасаңыз, REST мобильді қосымша, сайт тұр, бэкэндтен бэкэнд, басқа бэкэндтен бэкэнд барады. Енді өзіміздің мысалға келтірсек, мысалы мобильді қосымшада иінді терсек, немесе өзіміз логин пісірген кезде біз Каспийдің REST-іне барамыз. Каспий өзі бөлек болады. Енді біз EGOV-тан данныйларды алу үшін біз оған иінді береміз. Осы жерден шыққан REST сервисіміз мына жақты шақырады. Ал клиенттер өзі EGOV-ты былайда да шақыруға да болады. Кейбір компаниялармен клиенттермен тікелей жұмыс істемейді. Сол себепті жаңағы мысалы оңайда баланс бар жоқ екен тексеру үшін, мысалы оңайға ақша түсіру үшін Каспийге кіріп, платежға кіріп, оңай толтырсаңыздар, ол сіздерге жауабын қайтарады, ақша түсті дейді. Сонда клиент мына жерден өзінің баланс тексерген кезде тек қана оңайының қосымшасына кіру арқылы көре алады да. Мына жерден былай жүрмейді. Немесе клиент Каспийден кіріп арқылы мына жаққа толтыру жүргізеді. Енді мынау кітаптағы мысалымыз бойынша, жаңағы исходный код бойынша біз мынау SQL payments дегеніміз бар. SQL chapter 11 payments деген біз бұл Каспий ретінде қабылдайық бэкэнд. Енді ол порт 80-80 портпен запускасы етіледі. Оның ішіне кірсек, бір ғана контроллер болады. Оның контроллердің аты localhost 8080 payment деген адрес болады. Ол біздің методымыз create payment'ымыз екі нәрсені қабылдайды. Request ID мен payment қабылдайды. Қазір payment'ың моделін көреміз. Request header'де ID келеді. Request body'да payment'ті не бар, соң келеді. Біздің payment'ың ішінде ID мен amount тұр. Осы екеуін келеді. Енді осыны тікелей шақырып көреміз. Сіздерге бұны жұмыс істеу үшін Postman деген программаны орнатып алу керексіз бізге. Енді біз жаңағы қазір айтқан нәрсеміз, мынаны өзінің бэктің өзіне мына жағын шақырамыз. Мына Каспий деген сияқты келістіреміз. Так, 8080 payment body'на route таңдайсыздар, JSON таңдайсыздар, test 1-2-3-4 деп. Сонымен жаңағы ID-міз басқаша болып тұр. Мына жерде request ID-міз қойылмады. Осы мына request ID-ға мен бір мән бере салдым. Міне 1.12.13 деп шықты. Body'ға мен ID-ін бердім. Моделімізге қарасақ ID тұр и amount'ымыз тұр. Екеуін бердік. Осының жаңа JSON-ымыз объект ретінде бізге келеді. Енді бұл жақты тексеріп алдық. Бұл жақ істеп тұр. Бұл қосылып тұрады, бұл сервис. Енді біз өзіміздің жаңа кітапта айтылғандай OpenFang, REST template, Web Client пен сол бэкэндтен шақырады. Енді ол үшін бізге не керек? Бізге project config-тің ішінде біз Fang client қосу керек. Және ол Fang client-тің ішіне example proxy-дің ішіне барамыз. Соның ішінде біз жаңағы методымыз қандай параметр қабылдайды, create payment. Ол үшін жаңағы Каспий деп айтқан нәрсеміздің контролімізге барамыз. Ол біздің метод мысалы екі параметр қабылдап тұр.
методтың ішінде. Сол екі параметр дәл бірдей болу үшін string payment'ті беріп отырмыз. Енді payment, string екеуінің типтері бәрі бірдей сәйкес келді. Сол себепті осынша қарастырамыз. Және fain client деймізді атын береміз, және URL қандай адресте тұрғанын жазамыз. Міне localhost 8080 деп тұр. Name сервисті URL-касын алу үшін біз мына жерге name service URL деп адрес жазып кетеміз. Енді біздің мына екінші тұрған алдында тұрған REST сервисіміз мына жердегі оның порты 9090 болады. Мынанікі 8080 болады. Мына жерге Каспий KZ деп неше түрлі нәрсе болуы мүмкін. Сол сияқты бұл оқулық болғандықтан тексеру үшін арналған. Payment proxy-ді түсініктіп жаздық. Мына жерге fain деп болды, осылай жазасыздар. Жаңа cloud деген дәлел ретінде міне cloud деп тұр. Fain cloud деген. Post mapping, request header бәрі жаңағы вебтен келіп тұр. Енді бізге cloud қосу үшін біз pom XML-ымызға OpenPaint-ті қосамыз мына жерде. Қалғандары тұра береді. Контроллерімізге бардық. Енді біз localhost 9090 деп payment адресін шақырған кезде біз уже request header ештеңе бермейміз. Request ID-ді мына жерде қарасаңыздар. Request ID-ға өзіміздің UID шыққанымыздың рандомны 16 нені шығарады осында әріп сандармен. Сол себепті біз тек қана бұл жерге payment-тың ID мен суммасын ғана береміз. Сол нәрсесін request ID мен битіп кетеді, мына сервиске жүреді. Оны дәл ретінде тексерейік. Мына жерге debugger'ды қосып қойдым. Мынау менің қазір көрсетіп тұрған 8080 портта тұр. Енді мынаны запуск жіберем қазір. Көтерілді. Енді мен 8080 емес, мен алдында тұрған 9090 деген басқа сервиспен fain client-пен жіберем. Fain client-пен жібердім. Мына жерде менде қазір қате шығып тұр. Так. Мына методтың аты сәйкес келмей қалғандықтан демей тұр. Көрдіңіз ба? Ондай жол жоқ. Payment деген ондай адрес жоқ деп қате беріп отыр. Тағы да қатем шықты. Мынанда адрес жоқ деп тұр payment деген. Мен payment деп қойыппын. Кешіңіздер. Көрдіңіз ма? Енді 404-ші қатені беріп отыр. Жоқ деп адрес. Оның атын payment-қа қайтадан қалпына келтірдім. Не көрдіңіз ма? Мына жерден шақырғанымды 80-ге шақырғанымды мына жаққа келіп ұстап алды. Енді request ID-м көрдіңіз ма? Генерацияланған нәрсе келіп, соның ішіндегі get ID-і экранға шығады. Қазір бұны жіберем кішкене. Жібердім. Міне көрдіңіз ма? Request ID-м келді. Және менің суммам келді. Өзім тіркеген ID мынаның ішінде тұр. Payment-қа get ID-ін қойып тұрғанмен мына жердегі 1254 дегенді. Ана жақтан request ID-мен келді. Соны запуск етем. Responsive-мен окей деген ответ қайтарады маған 200. Және де оның жаңа хедерін салып отырмыз.
мына жерге хедерде мынау шығу керек request ID. Body келіп тұр. Мынаны қарау керек, мына жерде request ID келу керек болған. Мына жауап обратно қайтып келген екен ғой. Түсінікті. Бұл жерде request ID шықпайды. Payment маркын қайтып келді. Бізде мына жерде request ID-дің обратно ответі жоқ. Payment оны қайтарып тұрғандығын бізге соның объектісі қайтарып тұр. Мына жерге қарасаңыздар, body міне return. Сонысын алып қалдық болды. Соны шыққан проксиның бойынша келтірдік. Мынау бірінші мысалымыз болды. Енді бұны мен тоқтатамын. Так, жабайын. Енді екінші мысалымыз біздікі REST темплейтпен қолдану. Енді оны жаңа ана enable деп қоссақ поинтте, бұл жерде енді біз бинді ендіреміз. REST темплейт дегенмен жаңа вебтің папкасымен жүреді. Бұл жерде ешқандай сіздерге клаудтың нәрсесін қоюдың қажеті жоқ. Бұл веб пакетінде жүретін нәрсе. Енді бізде биніміз REST темплейт деген биніміз пайда болды. Оны біз контекстке салдық. Моделіміз қала береді, ID мен amount'ымыз, проксиімізді мысалы енді бастаймыз. Проксиімізді біз жаңа адресі жазамыз, name says will деп value деп ол ресурстың ішіндегі сыртқы адресіміз, мына ішкі адрес. Сыртқы адресіміз localhost 8080 деп келіп тұр бізге. Содан барамыз да соны URL адресі ретінде жүрді. Енді біздің жаңағы REST темплейтімізді, бинімізді өзіміз тәуелді ретінде payment проксиның ішіне ендіреміз. Ендіге payment деген методты мынаяқтан шақырылады. Payment проксидің ішінен міне payment проксиден кеземіз, оның ішінде payment проксидің ішінен create payment'ты шақырамыз. Соған кетейік ары қарай. Енді мына жерде localhost деп payment'ымыз жалғанды. Енді біз header'ын құрамыз, request ID-ні қандай болу керек екен. Оның HTTP entity-ні құрамыз, payment пен header'ды қосамыз. Сонымен аяғында HTTP entity қайтару үшін біз REST темплейтінің exchange деген методын қолданамыз. Оған URL адресті береміз. Өзіміз жалған шақыратын қандай метод екен, және HTTP entity-ның ішінде header мен body'ны қосамыз, және ол бізге қандай класс қайтару керек екенін айтамыз payment. Сонымен аяғында соның ішіндегі теласын get body, мынау response'ның ішіндегі get body'ді қайтарамыз. Get body'іміз біздің ол payment қайтарады. Дәлел ретінде көрейік, біз бұл жерде ешқандай өзгеріс байқамаймыз. Сол сияқты. Бірақ байқасаңыздар, бірінші мысалда paymentпен жұмыс істеу оңай. Өйткені интерфейстің атын жаза саласыздар, сонымен тез шақырылады. Новый проекттерде байқасаңыздар, OpenFake-пен қолдану өте ыңғайлы. Өйткені интерфейстің ішіндегі методтың параметрін беріп жүресіздер, бұл сонымен қалай жүрді, солай жүре береді. Оны өз автомат түрде Cloud-тың, OpenFlame бәрін керек нәрсесін өзіне аударып алады. Ал мына жерде өзіңіз қолмен жазасыздар. Ескі проекттердің бәрі REST темплейтте жазылған болған, сол себепті жаңаларына Flink-пен қолданған дұрыс, ал REST темплейт уже бұрын қолданған болатын. Так. Жауабын қайтарды. Ура, сол ешқандай өзгерістер жоқ. Мәндердің қалай болды, солай жүріп жатыр. Өйткені аяғында кеп ол мынау сервиске осының шыққан ответін жинап жатырмыз біз. REST темплейт. Енді веб-клиентпен жұмыс істеудің айырмашылығы неде? Ол жерде жаңағы реактивный программирование деген нәрсе. Spring тоқығаннан кейін Spring 6-ды веб программированиясы, жаңағы реактивный программированиясы қалай жүреді. Мына жерде қарасаңыздар,
оның істеу принципі қазір схемада көрсетеді. Бірінші приложение запрос қабылдайды біздің. Мысалы мен запросымды жібердім, сұрауымды. Содан кейін бар поток блокировкада тұрады. От другого приложения деп система. Сонымен жаңа басқасын қабылдай береді, сөйтіп поток блокпен тұра береді, потом аяқ жағында суммировать етіп жинау шақырады. Сіздерге жауап тез келуінің қажеті де жоқ. Осыны OpenFrame деп не деп аталады? Реактивный программирование. Так. Жұмыс істеу қарасаңыздар 24 миллисекунд. Ең біріншісінде әрқашан ұзақтау болады, бірақ скорость жақтан айырмашылықтар қатты байқалмайды. Мынаны жабамын. Веб-клиентті жұмыс істеу үшін жаңа REST клиент сияқты онда бин арқылы ендіріп аламыз контекстке. Контекстке ендіргеннен кейін бізге жаңа проксимізді қайтадан барамыз. Проксінің ішіне енді біз тәуелділі веб-клиент деп жазамыз. REST темплейтінің орнына веб-клиент деп жазамыз. Тура солы болады, бірақ өзгерістер тек қана exchange болса, мына жерде post деп жазасыздар, URL-дарын жазасыздар, header. Бұл жерде кішкене body деп, mono just деп поймамен не қылады. Mono туралы біз бөлек сабақ түсіндірем. Бірақ бұл жерде мононың жұмыс істеуі 0-ден n-ге дейін элементті немесе 0-ден 1-ге дейін қабылдайды. Mono деген сөз білдіріп түсінікті. 0-ден 1-ге дейін элементті. Соны іздейді. Body to monoға сол бір элемент объектісін қайтарады деген сөз. Одан кейін пейментіміз өзгерген жоқ. Payment контроліміз тура сол сияқты. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бізде мына payment проксиміз қала берді. Бірақ payment проксінің ішіне кірсеңіздер, мына жерде REST темплейтінің орнына web client жазылды. Сонымен 11-ші сабағымыз қысқаша болды. Бұл шақырудың жолдары. Енді келесі сабағымыз 12-ші сабағымыз. Енді құдай қаласа баз данқпен жұмыс істеу. Мынауда баз данқтың кішкене ғана мысалы, мынауда баз данқ. Үшеуі баз данқпен қосу. Ең соңғысы 15-те біз тестпен жұмыс істеу. Одан кейін бұны біткеннен кейін балалардың телеграмда жазған нәрсесі бар. Kafkaмен қалай байланыстыру, Kafkада мысалдар, Redisтермен жұмыс істеу. Және де мен енді келесі 15 сабақ біткеннен кейін Spring действие деген кітапты соны түсіндіріп тұр. Соның жаңа мысалдар жақсы. Біз өтпеген тақырыптар бар оның ішінде. Соның бәрін қарастырамыз. Сау, саламат болыңыздар. Жақсы. Лайк басып отырыңыздар.